Қайырлы күн достар, сіздермен Әсел. Бүгін сіздер біраздан бері күткен өте керемет, өте дәмді сметаник пирогын дайындайтын боламыз. Бұл пирогты қонаққа барғанда алып барсаңыздар да болады. Үйге қонақ келгенде дастарханға қойсаңыздар да болады. Чизкейк сияқты, прям енді дәмі деген өте керемет болып шығады. Ал кеттік па, дайындайық. Бірінші тестасын дайындап қоямыз. Ол үшін бізге морозильниктен шыққан сары май қажет болады. Сары майды жақсылап ұнға араластыру қажет. Ұнға айналдыру керек. Одан кейін теркадан өткіземіз. Сіздерге бір лайфхак айтайын. Сары май теркадан жақсы өту үшін постоянно ұнға айналдырып отыру керек. Теркадан өткізіп болғаннан кейін енді ұн мен майды жақсылап осылай мыжып араластырамыз. Бізде шашылып тұрған прям песочный масса шығу қажет. Менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, жоғарыдағы колокольчикті басып қойыңыздар. Дайын болған массаның үстіне сахарная пудра мен разрыхителімізді салып, венчиктің көмегімен астынан үстіге қарай араластырамыз. Бәрі бір келкі болып араласу қажет, сол үшін мұқият араластырыңыздар. Бір келкі масса болғаннан кейін үстіне жұмыртқа саламыз. Мен бұл жерде 3 жұмыртқаның сарыуызын салдым. Рулеттерден қалған сарыуыз болатын. Сіздерге міндетті емес, кәдімгі целиком бір жұмыртқаны салсаңыздар жеткілікті. Енді осы массаны жақсылап илейміз. Өте жұмсақ, әдемі қамыр шығады. Егерде қамыр құрғақтау болып жатқан жағдайда бір қасық сметана қосып жіберсеңіздер болады. Видеоның өзінде көрініп тұрған шығар, қандай жұмсақ, керемет қамыр шыққанын. Тестамыз өте керемет болып шығады. Иін қандырып, жақсылап илеп аламыз. Одан кейін холодильникке жарты сағатқа болмаса 1 сағатқа мешокқа салып, болмаса пищевая пленкаға орап қойып аламыз. Ең алдымен видеоны соңына дейін қарап алуға кеңес беремін. Содан кейін барып жасаңыздар. Видеоның астына лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік, енді начинкасын дайындайық. Бізге 20% қаймақ қажет болады. Қант, 2 жұмыртқа және де кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал міндетті түрде, оны картофельный крахмалмен шатастырып алмастырудың қажеті жоқ. Міндетті түрде кукурузный крахмал қосу қажет. Басында ақырын араластырамыз. Одан кейін масса уже бірге бастайды. Содан кейін қант ергенше әдемі ғып араластырамыз, тоқтатпай. Енді тоңазытқыштан біз қамырымызды шығарып, кішкене ұн сеуіп, жайып аламыз. Менің формамның диаметрі 28 сантиметр. Қамырымызды солай кішкене үлкенірек қылдырып жаямыз, чтобы кейінірек бортигін жан-жағына қалыптастыру үшін. Бізге бортик не үшін керек? Өйткені начинкасын құйғанда тасып кетпеу керек, сыртына шығып. Жан-жағындағы бортикті мен вилканың көмегімен тегістеп алдым, жақсылап. Видеоны мұқият қарап, міндетті түрде видеодағыдай қылдырып жасаңыздар. Сонда керемет болып шығады. Енді начинкамызды құйып, мен бетіне кішкене морозильникте қатырылған ягода салдым. Сіздерге ол міндетті емес, бар болса салсаңыздар болады. Қалауларыңызға қарай. Осынымен біздің өте дәмді болып пісетін сметаник пирогымыз дайын. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскендігін жан-жағындағы тестасы румяный түсте болады, яғни қызарады. Сол кезде піскен болып есептелінеді.
осынымен біздің өте керемет болып шыққан, түр десе түрі бар, дәм десе дәмі өте керемет, бүкіл қонақтарыңыздың, үй ішіңіздегі кісілердің көңілінен шығатын өте керемет пирог болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап жасаңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің видеоларым көңіліңізден шығып, менімен бірге жасап жүрген болсаңыз, жақындарыңызға менің осы каналым туралы, видеом туралы айта жүріңіздер.